Қош көрдік баршаңызды. Ассалаумағалейкумдер. Мынау Қызылорда қаласында жиналып жатқан себебіміз өзі осы Қазақстан елінде білесіздер, мынау Алматы жақ белсенді, аяғы мына батыс. Кешегі жиналыста да осы нәрселер қозғалды. Яғни осы қазіргі таңда Шымкент пен Қызылорда баяу болып қалды. Қызылорда почти жоқ десек те болады. Сол себептен алдағы уақытта осы халықты оятсақ, осы Қызылорданың халқын көтерсек деген оймен осы жиналыс жасап жатырмық. Алтын уақыттарыңызды бөліп, құрбан қылып келгендеріңізге рахмет баршаңызға. Қазіргі таңда мына енді Қызылордалы көшпелі жиын деп отыр. Бұл осы жылдың кеше ақпан айының 8-інде Шымкентте өткен ағайындармен. Енді соны жалғастырып жатырмық. Бұл жерде енді жаңа тақырыптар айтылды, неғылды. Мен өзім өңірімде болып жатқан нәрселерді айтып кетейін. Былтыр президент Тоқаев мырзаның өзі айтқан, Қызылордаға орыс мектебін салу керек деп. Бізде осы мәселе өзімізге де жаман жанымызға тиіп тұр. Себебі бізде кеше қарап шықтық, 94% қазақша екен да. Енді соған орыстар да келіп қосқысы келіп отыр. Біздің ойымызда сол да бар. Және мынау ұсынып жатқан нәрселерде алдарыңызда тұр. Соған өз ойларыңызды және жаңа айтылып кетті, тың алға қоятын нелеріңіз болса, сол туралы айтып өтсеңіздер. Регламент 5 минут деп жатыр. Соның ішінде мынау Нұртаза Қанияз бауырымыз келіп отыр. Бұл кісінің енді халыққа ұсынатын несі бар, программасы бар екен. Бұл кісі артығырақ уақыт сұрап отыр. Соған ойлаймын, мына 5 минуттан ғой, осы кісіге халыққа қазір керек нәрсе кімде болса да ойы болады, билік ауыстырған жағдайда не істейміз деген. Сол сияқты осы программасын 10 минутқа созсақ, қарсы болмасаңыздар. Өйткені программа ғой бұл. Бірінші бастамай тұрып ше, осы кісілерді таныстырып жіберші. Таныстырамын қазір. Кеше болғанды танымай отыр. Өзін таныстырып отыр, өзі беріп жатқанда танысамыз. Қалай? өзі таныстырады ғой, тұрған адам өзін айтып сөйлейді ғой ары қарай. Сол менің қарсы болмасаңыздар, сосын мынау бұрыннан бастап келе жатырық, енді ақсақалдарға беріп ашып алсақ, өйткені Сағат ағамыз отыр, осы Қызылорда. Содан кейінгі нені жастардан бастасақ деймін да. Жастардан. Сосын соңынан ақсақалдар өзінің тұжырымдап ойларын айтар. Шамалы өзгертейік деген ойдамыз. Қарсы болмасаңыздар. Дұрыс. Онда Сағат Жүсіп ағамызға береміз. Осы Қызылорданың әйгілі кезінде оппозицияда болды, белгілі кісі, өзі кітапта жазады, тарихта біледі. Қызылорда туралы айтып өтсеңіз, аға, сізге басталды ғой. Отырып айтайын. Түрегеліп айтайын, мынау құлағым нашар естиді. Сондықтан кешірім сұраймын. Ассалаумағалейкум, құрметті менің бауырларым, кейбіреулер көпшілігің балаларым боласыңдар. Мынау соңғы 15 жыл болды Қазақстанда саяси қоғамдық жұмыстың бәрін үкімет, билік тотально қолға алды. Әрбір саяси қоғамдық белсенділік жасаған азамат үкіметтің, полицияның, КНБ-ның қарауына ілікті. Сөйтіп, қазір саяси қоғамдық жұмысты жүргізу Қазақстанда мүмкін болмай қалды. Саяси қоғамдық ұйымды тіркеу, мен саяси қоғамдық партияларды айтып отқан жоқпын. Ешқандай мүмкін емес. Бірден еш уақытта олар тіркелмейді, олар саяси қоғамдық жұмыс жүргізе алмайды. Міне осындай жағдайда мінекей сіздерге үлкен рахмет. Біздің соңымыздан еріп келе жатқан жас толқын, жаңа бағытта, жаңа форматта жұмыс істейтін інілерім, бауырларым, балаларым, сендерге осындай жол іздеп жатқандарыңа,
жаңа мінекей мынау көшпелі жиын деген мынау форматты ойлап тапқандарыңа үлкен рахмет. Басқаша мысалы бір пәлендей қоғамдық бір комитет құрдық, комиссия құрдық деп жұмыс істеу мүмкін емес. Сондықтан мынандай осы форматты меніңше әуел кезде партия, саяси партияларды ұйымдастыру мүмкін болмады. Мысалы анау көше партиясы деп еді, бірденен жоқ болды. Одан кейін басқа әртүрлі наразылықтардың бәрін мынау кеше қаңтар оқиғасының бәрінде де жоқ болды. Сондықтан енді мынау осы көшпелі жиын деген форматты осы мынау Қазақстанның батыс аймағынан меніңше жайлап жалғастыра беру керек. Енді ана бірінші Алматы, одан кейін Тараз, одан кейін мынау Шымкент, Қызылорда, Ақтөбе, Атырау, Орал, мінекей 5-6 облыс осы жұмыстың жандануын бастау керек. Менің өз ойым бойынша. Себебі несін жасыратыны бар. Мына бүгінгі Қазақстанның билігі осы батыс аймақтан қорқады. Ең барлық мәселені саяси қоғамдық белсенділік, саяси қоғамдық осындай бір ерекше бір жұмыс істейтін аймақ осы Қазақстанның батыс аймағы. Оны қанша айтсақ та жасыра алмаймыз. Кіші жүзді найза беріп жауға қой деген мәселе ол қазақ өз басынан өткізген мәселе. Сондықтан мынау бүгінгі қандай мәселе талқылаймыз, қандай тақырыптарды қозғаймыз деген мәселеде мен кеше айттым Мұраттарға. Нақтылап оны былай талқылаймыз деп бәрін жаңағыдай нетпейік. Қай мәселеге біздің өзіміздің тісіміз батады, қай мәселеге біз өзіміз бейімбіз, қай аймақта қандай бір жанды мәселелер бар, соларды қозғайық. Сөйтіп жайменен мынау қазір ең басты мәселе сан емес, пока мәселе сан. Мен көбейте берейік, бірақ санның ішінен сақалар дайындауымыз керек. Біздің қазақтың менталитеті бойынша біз қазақта біреу келеді, бір үлкен бір жаңағыдай жер астынан мәди шыққандай қылып, бір батыр келеді, сөйтіп қазақты бастайды да, ту тігіп соңынан ергізеді, сөйтіп бәрімізге осындай демократия жұмақ орнатады деген пікір бар. Олай болмайды. Сондықтан әрбір облыста, меніңше, әрбір облыста бір осы айтқан кезде костяк, бір 3-4 сақа дайындау керек. Сыннан өткен, шыңдалған, осындай жаңағыдай демократияның, саяси қоғамдық күрестің әліппесін білетін азаматтар керек. Олардың жаңағыдай меніңше бір саяси білімдік фундаменті тұғыры болу керек. Сөйтіп, осы жұмысты жалғастыра берейік. Көп айтпай қояйын. Осы жұмыстардың жандана берсін, талаптарың таудай болсын. Мынау жұмыстарың алға баса берсін. Енді ағамыздың енді қазақта салтымыз бар екен, ашып берген отыр. Осыдан кейін сөзді енді қазір халыққа керек нәрсе, өте көп халыққа керек нәрсе программа деп ойлаймын. Сондықтан нотаза Алмас бауырымызға берсек, жаңа енді 10 минуттер ағайындар. Ал құрметті достар, мен де осы программаны дайындап, осы Қызылордаға келіп, Мұратбай сізге көп рахмет. Осындай ұйымдастырып жатқандарыңызға, Ерғали. Өзімнің программамды сіздерге презентация жасағым келеді. Бірінші мәселе ол менің программасы, мен бірнеше беттен жасадым. Бұл программаның негізгі мақсаты бірінші, біз билікке келуіміз керек қой. Сөздің қысқасы. Егер біз билікке келмесек, біздің мына айтқандарымыз, осы жердегі сөйлегендеріміз, осы жердегі істеріміздің бәрі осы жерде қалып қояды. Ары қарай жүзеге аспайды.
Бірінші мәселе, біз саяси тұтқындарды босатуымыз керек. Мына бағдарлама бойынша. Саяси тұтқындарды босатуымыз керек. Бірінші қаңтарға қазір сотталып кеткен адамдар бар, қаңтар оқиғасына қатысты. Оларды түгел босатылу керек. Олардың түрмеде отырған уақытына компенсация берілу керек. 10 миллион ба, 20 миллион ба, қанша миллион керек, компенсация берілу керек. Бала шағасына пәтер берілу керек. Егер жаңағы азамат қайтыс болып кеткен, атылып кеткен болса. Екінші мәселе, осы барлық саяси тұтқындар босатылу керек. Бүткіл саяси тұтқындар, Қазақстандағы саяси тұтқындар босатылу керек. Келесі мәселе, Қытай мәселесі, жолдастар. Қытайды ашық айтуымыз керек біздер. Қытайды Қазақстанға кіргізіп жатыр қазір. Қытайды визасыз кіргізіп жатыр Қазақстанға. 24-ші жылы Қазақстанға 855 мың Қытай кірген екен, официально, бұл турист ретінде. Бірақ олар туристер емес. Неге кіріп жатыр олар Қазақстанға? Оларды Қазақстанға кіргізіп жатқандағы саясаты не бұлардың? Біздің қазақтың жерін көрсету, соларға арендаға беріп, оларды кіргізу, 25 жылға арендаға беріп, тағы бір деместеп жеріміздің бос екенін көрсету. Біздің жеріміз бос емес. Біздің жеріміз ата-бабадан бізге қалдырған жерлер. Мирас қылып. Сол жерлерді біз қорғап қалуымыз керек. Бізге Қытай керек емес. Қытай кірмесін бізге. Қытайсыз да өмірсіздік біздер. Қытайсыз да өмір сүре аламыз ары қарай, жолдастар. Үндісте кірмес. Үндісте қалыпты. Мына визасы, негізі полностью визасы режимді тоқтату керек Қазақстанға қатысты. Мына визасы режим дегенде, мына Өзбекстанның халқы бір жылда өзбектер 2 миллион 200 мың өзбек кірген екен Қазақстанға. 2 миллион 200 мың өзбек. Бір жылда өзбектер 145 миллион доллар Қазақстаннан ақша алып кеткен екен. Ол біздің қазақтың ақшасы емес пе, жолдастар? Қалай алып кетіп жатыр олар? Біздің нәпақамыз ғой біздің. Келесі мәселе, ең негізгі мәселе, жолдастар, жер мәселесі. Мына бағдарламадағы жер мәселесі. Біз жерді сатып жатырмыз жекеге. Біз жерді жекеге сатпауымыз керек. Жер жекеге сатылмау керек. Бұл қазақтың жері ортақ болу керек бәрімізге. Қазір жерді бөліп алып, қоршап алды. Ана жерге кірме, мына көлге түспе, мына жерге кірсең ақша төле деп. Бұндай жағдай болмау керек қазақтың жерінде. Қазақтың жері бәрімізге ортақ болу керек. Сондықтан біз жерді сатқызбауымыз керек. Жер тек қана халыққа пайдалануға берілу керек. Жер тіпті қазаққа да сатылмау керек. Себебі менің 100 гектар жерім болса ертең, Қытай келеді де маған айтады: аға, ана гектарына $1000 берейін, 100 гектарыңызды маған сатыңызшы дейді. Ана Қазақстанның азаматтығын алып алған қытайлар қаншама қазір? Мен аламын да сатып жіберемін ана $100,000 ақшаға қызығып. Ондай мәселелер көп қой. Сондықтан біз жерден айырылып қалуымыз мүмкін. Ана Палестина кезінде осыдан 100 жыл бұрын не істеді? Жерді сатты еврейлерге. Еврейлер 4% жер болған екен, еврейлердің жекеменшігінде. Қазір 98% жерді алып отыр, Палестинаның. Палестина 2% жерде отыр Газада. Қырылып жатыр еще. Сондай жағдай, біздің халқымыздың саны аз болғаннан кейін сондай жағдай болу керек. Сондықтан жер мәселесі өте күрделі мәселе, қазіргі мәселе. Пайдалануға беріңіз. Пайдалансын жерді. Алсын, пайдалансын. Бірақ ол жер мемлекеттің меншігінде болу керек. И 5-ші мәселе, басты мәселелерді айтып жатыр программаға қатысты. Мына діни экстремизм мәселесі, жолдастар. Біздер Қазақстанға діни бостандық бердік те бәрімізге. Кімге сенсең оған сен деп. Қазақстанда 4500 секта тіркелді Қазақстанда. 4500 секта. Одан кейін 16-шы жылы жаңағы ваххабиттер көтерілгеннен кейін жаңағы заңды қайттан ужесточение жасады. Кішкене заңды қысты. Соның өзінде қазір 3500 секта бар Қазақстанда. Қазақты, олардың мақсаты не, жолдастар? Қазақты жік-жікке бөлу секталардың мақсаты. Қазақты жік-жікке бөліп, христиан қылып, жарсын кришнаит қылып, жарсын тағы бірдеме қылып, тағы бірдеме қылып, қазақтың өзін, ана ваххабистер бір-бірімізге оқ атып жатыр ғой, жолдастар. Біз қазақтың тарихында бір-бірімізді дін мәселесімен оқ атып едік, жолдастар. Ондай мәселе болды ма біздің қазақтың жерінде? Ары қарай айтатынымыз конституциялық өзгерістер. Бізге конституциялық өзгерістер керек. Мысалға, қазір мына Назарбаевтан кейін заң өзгерген жоқ. Конституциялық заң өзгерген жоқ. Егер кез келген адам, бізде конституцияда былай деп жазылған: кез келген адам
имеет право избранным дейді сайлануға және сайлауға құқығы бар деп жазылған да. А бірақ президенттік сайлауға келгенде айтады, сіз 5 жыл мемлекеттік қызметте істеңіз дейді. Сонда ғана сіз президент бола аласыз дейді. Бұл деген біздің конституциялық праваларымызды шектеу, жолдастар. Мен мемлекеттік қызметте істеген жоқпын. Бірақ біздер қазақтың қамын, қазақ халқының қамын ойлайтын адамдар, бізде билікке келуіміз керек қой. Сонда бізге билікке жол жабық емес пе, жолдастар? Сондықтан конституциялық өзгерістер керек. Келесі мәселе, саяси өзгерістер. Мына сенат миллиондаған 30 миллион доллар алыпты 25 жылда. Жаңа сенаттың адамдары. Қазіргі бір сенатордың айлығы 1 миллион 100 мың теңге айына алатын. 49 сенатор бар, 49 миллионнан астам айына ақша алып отыр біздің қалтамыздан. Бірақ олардың тіпті заң шығаратын да құқығы жоқ. Тек заңды одобряет, не одобряет деген жаңағы конституцияда солай қылып қойды. Ал онда сенат керек па бізге? Біздің мойнымызға асық болған сенат әрине қажет жоқ, жолдастар. Келесі мәселе. Мына мәжіліс мәселесі. Мәжілісте өткенде жаңа мажоритарлық система кіргізді. Әркім өзін ұсына алады деген. Бірақ ол 30%, 70% партиямен кіріп отыр. Ана 98 депутаттың 68-і аманаттың адамдар екен. Есептеңіз, 98 депутаттың ішіндегі 68 аманаттың адамдар. Сонда мына халықтың біздің ертең жағдайымызды кім айтады? Біздің мына немізді кім? Сондықтан мына мәжілісті қайтан сайлауымыз керек біз. Мәжілісті қысқартуымыз керек. 98 адам бізге қазақ халқына көп, біздің мойнымызға. Оларды 57 депутатқа қысқартып, сосын мажоритарлық системаға 70% беру керек те, 30%-ды партиялар өтсін. 30%-ға 5 адам өтеме, қаншадан партияға өтсін. Келесі мәселе, аграрлық мәселе, жолдастар. Біздің Қазақстан аграрлық мемлекет. Бұны ашық айтуымыз керек. Мына Назарбаевтың билігі не істеді? Совхоздардың бәрін бұшын қылып жапты. Оның бүткіл мүлігінің бәрін жекеге сатып жіберді. Не үшін істеді оны, жолдастар? Қазақтың жерін босату керек болды. Қазақты барып қалаға кіргізіп, бәрін қалаға тығып, қазақтың жерін босатып, сосын қазақтың жерін бөлшектеп сатып болды мақсаттары. Сондықтан біз қазір аграрлық саясатта не істейміз? Бірінші, аграрлық саясатта біз жаңағы қайттан сол нелерді құруымыз керек. Мемлекеттік кооперативтерде мемлекеттік фирмаларды құруымыз керек. Сол жерге 150 мың трактор, 200 мың автомобиль, комбайн, 50 мың комбайн, 1 миллион жаңағы селка дейді, соқа дейді, тағы бір бәрін алып меншік емес, мемлекет алып беруіміз керек оларға. Оларға кредитке батырмауымыз керек. Олардың қолдарына беруіміз керек. Міне, жер міне мал бағасыз ба? Ауылға, мен мына жерде жаздым, жолдастар, ауылда 50 миллионға дейін 50 қойдың санын, ауылдағы қойдың санын 50 миллионға жеткізуіміз керек біздер. Жылқының санын 14 миллионнан асыруымыз керек. Сиырдың санын 20 миллионнан асыруымыз керек. Түйенің санын 500 мыңнан асыруымыз керек. Құстың санын 50 миллионнан асыруымыз керек. Мына Австралия, мен бір ғана мысал келтірейін. Новая Зеландия мемлекеті миллиондап қойды өсіріп, жаңа құрбан айт болған кезде Меккеге апарып сатып пайда тауып отыр. Сол пайданы неге біз таппасқа? Жеріміз бар, егініміз бар, 100 миллион гектар жеріміз бар, біздің шабындық, жаңағы жайылымдық. Соны пайдаланылмай отырмыз, малымыз жоқ. Сондықтан халыққа малды таратып, халыққа малды жұмысқа, халыққа беру керек. Халыққа ауылда малды беріп халыққа, оларға жаңа айлық беруіміз керек. Қойшы, мысалға қойшыны алайық, қойшыға 500, әрқайсысына 500 мыңнан жаңағы айлық таратуымыз керек қойшыға. Келесі мәселе. 10 минут болды, ренжімейсіз. Жақсы. Келесі сөзді мына орталық Қазақстаннан келген Қарағандыдан Асқар бауырымызға берейік. Өзіңіз таныстырып, не алсаңыз? Армысыңдар. Алпалаштың қазағының мен деген азаматтары осы жерге жиналған. Жер үшін жан пида деп от пен суды кешіп жүрген азаматтар, азаматшалар.
келген қадамдарыңыз сауабынан болсын. Керемет. Осындай Қызылорда бірінші біздің мынау астанамызға келіп отырсыздар. Өте қуаныштымын, өте ризамын. Мен Асқар Арқын, халық мені сөйтіп айтады. Ұлт жанашырмын, Қарағанды қаласынан осы жаққа ат терлетіп келген болатын. Енді мен өзімді таныстырып өтсем, өзім осы нұр жүйемен, қазіргі қас жүйемен 5-6 жылдай болды. Айқасып, ашық айқасқа шығып, осындай күрес жолына түскенімізге. Бұлай жүрегіміз баяғыдан ояу, бәрін біліп жатырмыз. Ел, жер тоналып, сатылып, осындай қазба байлықтардың барлығы ұрланып жатқан. Енді мен сіздерге айтайын дегенім, ең бастысы сұрақ қазіргі таңда. Қазақ халқы қазіргі жағдайда өте қатты саяси, орысша айтқанда кризис дейді, саяси тоқырауға ұшырап отырмыз. Қазақ халқы білмей тұр, не істерін, кімге сенерін білмей тұр. Өйткені бірнеше рет ауыздар күйді. 19 жылы бостандық деген алаяқ құрылдық. Одан кейін 22 қаңтар болды. Бір қырып алды бұл екі қас пен нұр жүйе қазағымды. Сөйтіп бұлар ары қарай салтанатын құрмақшы. Қазақты абдыратып. Бірақ біз оған жол бермейміз әрине. Міне, осы жерге біз жиналып отырмыз барлығымыз. Осындай міне көшпелі жиын деген үрдісті бастап отырмыз. Ол үрдісті тоқтатпауымыз керек. Біз енді ең бастысы қазіргі мен нысанаға қойған нәрсе өз басымда айтайын. Қарағандыда өздеріңіз тамаша білесіздер, осы 4-5 күн орын алды. Алматыда Магнум желісінде біздің қазақтың жігітін қазақша сөйлеген орыс мынау әкімшілігі Магнумды басқарып отқан. Жұмыстан қуып шыққан болатын. Қазақша сөйледің деп. Оны біздің Мұрат Шорманов үндеу жасап, өзіміздің белсенді Алматыда. Жаңағы Мұрат 10 миллион теңге ақша өтемақ төлесін, одан кейін қазақ халқынан кешірім сұрасын деп сондай үндеу жасау. Мен оны қолдап алдым. 7 күні мен Қарағанды Магнум нысанаға алдым. Одан кейін 9 күні осы кетерді мына жерге. Тағы да барып келдім бақылау. Ана орыс қожайындары шықпайды маған. Бірақ мен оны желіге салып, міне қазір 85 000 көрілім болып тұр. Қазақ халқы енді міне түсініп тұр. Тілден айырылсақ, таза құримыз. Жер бәрі кетіп жатыр. Қазір тіл өзекті мәселе болып тұр. Сондықтан да мен тілді мынау ата заңымыздың 7-ші тармағы, 2-ші бабы, 7-ші тармағы өте тамаша көрсетіліп тұр. Қазақ жерінде тіл түгел жерде мемлекеттік басқару органдарында, барлық салаларда, оқу ағарту мысалға орындарында, мынау көліктерде, қоғамдық көліктерде, барлық жерде қолданысқа ие деген. Бірақ 2-ші тармағын мен алып тастауды талап етемін. Өйткені 2-ші тармақ орыс тілі қазақ тілімен ресми түрде бірге қолданады деген. Мынау өзіміздің ата заңымызға қайшы. Өйткені бұл ресми тіл емес, оны олар мысалға сол кездегі Назарбаевтың жүйесі ресми тіл деп Қырғызстандағыдай атамаған, құр қыстырып қойған. Өздеріне жеңіл болсын деп, өйткені көбісі орыс тілді үкіметімізде. Оны да мен зерделедім 20-шы жылы мысалға Дулатаға бауырымның атынан кейін өзіміз бәріміз қамалған болатынбыз, көше партиясы. Мен 7 ай қамауда болдым. Сол кезде мен зерделеген, абақты отырып осы заңнаманың жаңағы мынау ата заңымызда. Мынау 2-ші бап бізге қазақ Енді халқына Асеке, 5 минут уақыт болды. Сіздің ұсынысыңыз мен айтып беріңіз болды. менің ұсынысым 7-ші баптың 2-ші тармағын талап етуіміз керек. Алып тастауды. Жойылуын. Сонда қазақтың көшеге Болды, жақсы, рахмет.
енді Рахмет, келесі назарларыңызға. сөзді осы жерден келіп отырған астанадан да келіп отыр енді қанат бауырымызға керек астанадан. Ассалаумағалейкум, құрметті жиынға қатысушылар. Мен енді осы қазіргі басты мәселе бізде міне өткенде біз таныстырып өтсеңізші. Өзіңіз Бірінші таныстырып. қай мен қаладан? өзім Сая Қанат Сатсауылы, Астана қаласынан, өзім семейдің тумасымын, негізі Өскеменде тұрғам. Соны 19 жыл осы көшіп келгем Астанаға. Сол қазір Астанада мен сол нелермен бірге жұмыс жасаймыз, белсенділермен. Сонда біз талап хат жазғанбыз Тоқаевқа. Онда 11 талап: шынайы саяси реформа, Қазақстан Республикасының 93 жылғы қабылданған конституцияны қайтару, 95 жылға дейін пайдаланған сайлау туралы заңды қайтару, саяси партиялар тіркеу заңын орнына келтіру, ескі Қазақстан кен орындар, жер асты, үсті, қазба байлықтарын жасалған мемлекет барлық келісім шарттарды қайта қаралсын дейді, қайта қаралу керек. Қазақстан Республикасының өндірістік стратегиялық маңызды нысандарын өзге елдің ықпалы мен юрисдикцияның түрлі заңдық формада өтіп жатқандығына тоқтау салу керек. Қазақстан Республикасының кен орындары мен қазба байлықтарын Қазақстан Республикасының азаматтарынан басқа қандай заңдық формада болмасын рәсімдеуін тоқтату. Қазақстан Республикасының рәсімденген кен орындары мен қазба байлықтары олардың азаматтығынан шыққан күні құқықтық иелігін тоқтату, мемлекет иелігіне қайтару. Және кім несімен бірге. Қазақстан Республикасының Еуразиялық экономикалық одақтан, кедендік одақтан, Шанхай ынтымақтастық ұйымынан оқу шығу, ОДКБ-дан шығу. Ең басты міне қазір. Егіндік, жайылымдық, шабындық жерлерді Қазақстан азаматтарынан басқаға беруді, сатуды, жалға беруді тоқтату. Берілген жерлердің заңдылығын қайта қарау және тоқтату. Қаңтар қырғынын зерттеу комиссиясын қайта құру. Оны қоғамда әділ көзқарасымен елге танымал болған белсенділерінен қарапайым халықтың ризашылығына ие болған өкілдерден жасақтау, саяси тұтқынды босату. Осындай талаппен бергенбіз, әлі жауап беріп келген жоқ енді. Соны нетеміз. Соны қолдауын сұраймыз бәр жақтан. Соң кейін мен қазір міне жаңа Магнумның бойкотты біз қазақтар бірігіп отыр сол. Сол күш соған бірігіп, сол бәрі қолдап, соны қолдауымыз керек. Жаңағы сол бойкотты. Сол бірінші рет осылай болып тұр. Енді неше жыл болды міне қазақтар бірігіп отырған, сол бірінші рет болып тұр. Содан кейін мен өзім бағдарламам бар. Ол бағдарламаны мен қазір жазбаша беремін енді. Өзім қазір оқи аламын ба білмей тұрмын. Қазір көрем ба? Бастағырын айтып кетсеңіз. Мен қысқаша оқып берейін. Құрметті отандастар, бізде капитализм дейміз. Капитал деген ол байлық. Сондықтан капитализм аударғанда ол байлықтық. Байлықтық қандай болу керек? Социализмге барлығы қоғамдық меншікте. Сондықтан социализмді аударғанда ол қоғамдық. Қазіргі байлықтың қоғамдықтан айырмашылығы барлық байлық жер қойнауы, су, қозғалмайтын қозғалымды мүлік жеке меншікке болып нарық саудасына түсіп ақшаға сатылады. Ал ақша деген не? Ақша адам еңбегінің адал өлшемі болу керек. Килограмм, метр үлгісі эталоны секілді. Алтыннан жасалған ақша салмағы бойынша өзгермейтін бір мөлшерде бекітіліп, стандартты алтын құймақтарының 1/100 немесе 1/1000 құрап валюта биржасында қағаз теңгеге ғана сатылып бағаланып тұруы тиіс. Сондықтан адам еңбегімен жасалған
жасанды байлық қана ақшамен бағаланып сатуға болады. Ал алла берген табиғаттың байлығы ақшамен бағалануы мүмкін емес. Осыдан жасанды байлық, қоғамдық мүлік, жеке меншікте, табиғи байлық мемлекеттік қоғамдық меншікте болу керек. келесі сөзді мынау келіп жатқан ақтөбеден келген амантай бауырымызға берейік.